Бұл жер жабылса жұмыс қап кетейін деп тұрық қой бәріміз. Мына жерде 200 адам болса, 200 адамның 200 отбасы бар. 200 отбасы деген оңай нәрсе емес. Сонша адам аш қап кетсе. Мынаны бәрі істеп отыр осы жерде. Бұл емес, бір 3 ауысым істейміз. Былай ауылдың адамдары ешкімді ойламайды бұл жерде, тек өздерін ойлайды. Бұл жерде 2001 жылы, 2003 жылдары бұл ұңғыма осы жерде ессіз қалған деп айтып отыр. Ол туралы сот болған, Верховный сотқа дейін барып, осы Рауан фирмасы жаңағы ол соттан жеңіп алған болатын. Өйткені бұл ұңғыманың шығынын $98.800 болу керек. Қателеспесем ол кезде мына кішігірім Кентау, Түркістан, Шымкент қалаларынан $100 квартира алатындай жағдай болған. Сол кезде осындай қаржыға осы ұңғыманың шығынын өтеп жұмыс істеп келатқан кәсіпке бүгінгі күні қиянат болып жатыр деп мынау жұмысшылар шақырғасын келіп отыр. Бұл жерде президенттің жолдауының өзіне белден басып көзді жұмып отыр. Бұл жерде инвесторлар қалай келеді? Ел болам десең, ана Абай ақынымыз айтқандай, бірің қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос дейді. Мынау істеп атқан фирманың жұмысын жоққа шығарып отқандай да. Бұл жерде айтып отыр, жаңа мынау жұмысшылардың өздері айтып отыр. Тұрғындар 1-2 адам дейді, ұйымдастырып отқан. Ол жерде айта кету керек, өздерінің орталарында топ бар екен. Осында әлеуметтік желіге басқа шыққан нәрсеге комментарияны бүйтіп жазыңдар дейді. Оған дәлелдеме де көрсетіп отыр. Әкіммен WhatsApp жүйесімен сөйлесіп, бұларды қалай тоқтатамыз, қалай қуамыз деп елге жұмыс келіп жатса, неге оны арман қарап қолдап, осы жерде 200-ден астам адам жұмыс істеп, бүгінгі күні 3 кредитіміз, 2 кредитіміз бар дейді, 1-2 балдарымызды оқытып жатырмыз дейді. Соның бәріне қиянат көрсетіп отқаны анық мына жерде көрініп тұр, мына жұмысшылардың жанайқайынан. Ал енді бұларды қолдаудың орнына бүгінгі күні инвесторларды бұл жерде терісінше жұмыс жүріп жатқан сияқты да. Енді президенттің біз әлде де жаңа жолдауына, президенттің осы кәсіпкерлерге көрсететін қолдауына біз сеніп, бүгінгі күні жанайқайымызды президентке жеткізіңіз деп, біздің де әлеуметтік желіміз бар, 450 мыңдай бізде подписчиктеріміз бар, жаңа көрермендеріміз, соларға жолдаңдар деп шақырғасын біз де өздерінің ұстап келіп отырық. Мына халықтың жанайқайын естиді деген ойдамыз. Мына Түркістан облысының әкімі бүгінгі күні осыған назар бөліп, осы жердегі кем-кетіктерді тоқтатып, мына заводтың арман қарап жұмысын жаңғыртуға, тоқтауға емес, жаңғыртуға атсалысады деген ойдамыз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Жұмыс керек! Жұмыс керек! Жұмыс керек! Бұл жерде мына скважина жұмыс істегені сол. Өмір жасы ұзақ болу керек мынаны болды. Бәрін айтып жатқан сол. Қазір өйстіп айғайлап жүріп, ана нетеміз, ана бүйтеміз деп бір жағдай болсын, шынымен қиын болды. Бұл жерде суды әділ бөліп беру. Халыққа и кәсіпкерге болды. Басқа нәрсе жоқ. Мына жердің шешіміне келікші, одан кейін қалған сұрақтарды қоя береміз. Қай жерде қандай